Сәлем достар, сіздермен түрік тәттісі баклава дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылып қойыңыздар. Ол үшін қаймақ, сұйық май, жұмыртқа керек. Қоспамызды араластырамыз. Содан соң алма уксусын қосамыз. Егер сіздерде алма уксусы болмаса, лимон шырынын қосуларыңызға болады. Бірақ мейлінше алма уксусын табуға тырысыңыздар. Тұз қосамыз, араластырамыз. Содан соң ұнымызға қопсытқышымызды салып, қамыр илейміз. Видеода қамырымыз қатты болып көрінуі мүмкін. Бірақ оның құрамында май болғандықтан қамырымыз өте нәзік, иілгіш болып келеді. Дайын болған қамырымызды 12 бөлікке бөліп аламыз. Дөңгелектеп шығып, бетін сулы жапқышпен жарты сағатқа жауып қоямыз. Сол арада біз сұйық майға сары майымызды салып ерітеміз. Бұл май баклаваның толық пісіп шығуына көмектеседі, яғни баклаваның бетіне жағамыз. Содан соң сиробын дайындаймыз. Ол үшін 3 кесе суға 2,5 кесе шекер қажет. Қайнағанша араластырып тұрамыз. Жарты лимонды сығып салып жүреміз. Енді баклаваның арасына салатын салмасын дайындаймыз. Үстімізге ұнтақ жармасын салып араластырып тұрамыз. Піскенше араластырамыз. Осындай жүйелікте болады. Тарелкеге салып суды аламыз. Содан соң жаңғақты араластырамыз. Қамырды жаю үшін бізге жүгері крахмалы керек. Егер жүгері крахмалын мүлдем таппаған жағдайда крахмал менен ұнды араластырып жасауларыңызға болады. Баклаваның қамыры өте иілгіш, тыңдағыш келеді. Осылай 3-3-тен жайдым. Егер сіздер алғаш рет жасауларыңыз болса, бір-бірлеп жая берсеңіздер болады. Крахмалды көптен сеуіп, осылай 3-ден жайсаңыздар да болады. Бастысы қамырымыз бір-біріне жабысып қалмауы керек. Қамырымыз видеодағыдай жұқа етіліп, жайылуы керек. Міне қамырлардың барлығын жайдық, бір-бірінің үстіне орналастырдық. Енді видеодағыдай кесіп шығамыз. Көлемі өзіңізге байланысты, яғни тапаңызға байланысты. Тапаңыздың үлкен кішілігіне қарай қамырды кесесіз. Қамырымыздың жан-жағы бірдей болып кесілу керек. Себебі бір-біріне біріктірген кезде қамырымыз әдемі болып көрінеді. Салмамызды салып, оның үстіне жаңғақ немесе фисташка сепсеңіздер де болады. Міне біздің баклаваларымыз дайын. Жаңағы еріткен сары майымызды бетіне жағып шығамыз. Пешкіңіздің градусына қарай пісіріп аламыз.
бетіне шарбатымызды құйып, 1 күн тоңазытқышта қойып қоямыз. Міне біздің баклаваларымыз дайын. Бетіне фисташки, орех септеңіздер де болады. Міне осылай қытырлақ, сулы болып шығатын дәмді баклава дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма жазылыңыздар. Сіздермен болған Жансая ас болсын.